Бұл сайлаудан халық үлкен үміт күтті. Бұл жерде бір шикілік бар, бұл жерде бір заңсыздық бар. Додаға түскен кандидаттар да өзгеріс болады деп құлшына кіріскен еді. Біз өзіміз әділетті жеткен жеңісімізді ешкімге бермейміз. Бірақ нәтижесі біз ойлағандай болмады. Қандай жаңа Қазақстан болды бұл? Бұл ескіден де жаман Қазақстан болды. Ұры өкей. Әділдік пен жаңа Қазақстанға сенген жұрт тағалдандық. 4-ші орында тұрып 400 ғана дауыс жинаған аманаттық үміткер қалай депутат атанды? Ол Аманат партиясы өзінің, былайша айтқанда, сайлауда өзінің орнын белгілеп қойған, бірақ та қалған дауысты халыққа беру керек. Қалған үміткерлерге өз-өзін сайлайтын үміткерлерге бермей отыр. Бұл заңсыздықты тоқтату керек. Омаров Жеңісбектің дауысы басым болып тұр, басқа адам алып тұр. Бұны қалай түсінуге болады? Бұл жерде бір шикілік бар, бұл жерде бір заңсыздық бар. Шымкенттік сайлаушылар мен кандидаттар аумақтық сайлау комиссиясының қорытындысымен келіспейді. Сол сайлау учаскесінің төрағасы, хатшысы және 5 комиссия мүшесі. Бұл жерде 15 сенімді өкіл отырмыз. Солардың көзінше бәрін санадық, бәрін фиксировать еттік. Керек емес бюллетендерді қолдан кесіп көзіміз жетті. Әрқайсымыз смокрый печати деп аталады, мөрменен протоколдарымыз қолымызға алып кеттік. 20 учаскенің барлықтарын біз есептеп, предварительный прогноз жасадық. Оны территориальный избирательный комиссияға барып өткіздік. Ал әрқайсымызда құжат бар ғой. Қазір адамның тілін емес құжатқа сенетін уақыт болғандықтан, сол құжат әрқайсымызды қолымызда. 20 протокол әрқайсымызды қолымызда. Ал енді қайдан келді? Жаңағы Қалмұратов деген үміткердің 1520 адам. Дәл менің учаскемде 7 адам дауыс алған. Тура сөзге, қазақ өз данышпан халық. Ханда тұрған, сұлтанда тұрған, биде тұрған. Ал енді мынаған, осылай жібере беретін болсақ, мен айтпаймын, тек қана біздің 8-ші учаскеде осындай, округте осындай болды деп. Басқа жерлерде болып атқан шығар, оны көріп те жатырмыз, көзіміз ашық қазір. Барлықтар доступный нәрсе. Но мынандай бассыздықты, басынуды, сонда ана жақ ақылды болады да, біз өзіміз үңгірден түскен жоқпыз ғой. Көзіміз ашық, қоғамда өмір сүріп жатқан адамдармыз. Адамның ұнжырғасын түсірмесін. Бірақ та біз бұны бұлай жылы жауып, жарайды, анау үлкеннің арты дермен тартады дейді. Жоқ, ондайға біз жібермейміз. Баратын жерге дейін барамыз. Өзіміздің туралығымызды дәлелдейміз. Сайлауға дейін кандидаттардың мәселесін майшаммен қарайтын бас прокуратура. Сайлауда орын алған қылмыстарға келгенде неге үнсіз? 30 жылда сайлауда дауыс ұрлаған азаматтарға іс қозғалып, істі болғанын естідіңіз бе? Әрине жоқ. Мен жастарды үгіттеген едім. Мен қоймаған едім. Сендер енді жассыңдар ғой, сендер өзгертпесеңдер, біз өзгертамадық, біз қалдық деп. Өзім 30 жылда бірде рет сайлауға бармаған адам. Осы бір сәлде болса үміт пайда болды, үмітті бұрқ өткізіп өшіріп тастадыңдар. Менікі мейлі ғой, біздікі уже боларымыз боққан. Жастар ертең кім барады ол сайлауларыңа? Таң қалам мен. Ешкім бармайды ғой, қазірдің өзінде сүйрелеп жүріп, әр үйге кіріп, әр кімге осы сайлауға келіңдер, осы басқаша сайлау болады деп соқтық қой біз бір ай бойына. Жаңа Қазақстан болады. Жаңа Қазақстан болады, жаңаша сайлау болады. Барлық халыққа айтып шықты, әркімнің үйіне барып кіріп айтып шықты соны. Не жерде отырған 90 жігіт отыр осы жерде. Өңкей жас жігіттер. Бұлар енді қазір 90 жігіттің біреуі енді қайт сайлау дегенді айтсаң аузынан ұрады енді. Болашаққа деген үміт өшті. Өшті ғой, бәрін өшіріп тастадыңдар ғой. Ол Қалмұраттан басқадан отырса де, қисайып қала ма бір нәрсе? Бір нәрсе қирап кете ма? Неге сонша бір ұрлыққа барып, қинап, өз-өздеріңді жексұрын көрсетіп, жоқ әлде анау президенттің сол тірлігінің бәріне саботаж істеп, соның тірлігі дұрыс емес деп, сондайға істеп атсыңдар ма? Түсінбеймін мен. Не үшін істелінгені бар ғой?
Неге ол өту керек? Неге оған 1580 дауыс қосу? Бәріне қосыңдар 1580-ден. Егер явка аз болып кетсе. Бұл деген болмайды ғой, совсем шектен шығып кету деген бар ғой. Шектен шығуды кез келген нәрсенің шегі болу керек. Басы, аяғы болу керек. Бұның аяғы болу керек қой, бұл болмайды бұндай түрінде. Мессенджерлер мен әлеуметтік желілерді шарлап жүрген видеоларға қатысты неге ешбір құзырлы органдар пікір білдірмейді? Қоғам бұл жолы жабулы қазанды жабулы күйінде қалдырмайды. Құрметті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы, өзіңіз бастағандай жаңа Қазақстанды құру барысында, әділетті Қазақстанды құру барысында, жаңа Қазақстанға жаңа өзгерістер енгіземіз деп жастарды шақырдыңыз. Неге бұл әділетті Қазақстанға біз әлі жете алмай жатырмыз? Не себептен Қалмұратов Мұратәлі дауысы 4 есеге көбейіп кетеді? Оны жалғыз біз емес қарап отқан, қаншама халық, қаншама ел қарап отыр. Бәрінің қоятыны бір сұрақ, бұл қашан әділетті Қазақстан болады деп. Демек, бұл айтып отқан мен сөздерімді біз сайлаудан бір күн бұрын, яғни 18 наурыз күні біз осының жағдайдың бәрін көрген болатынбыз. Сонда да бізге келіп үлкен қызмет етіп отқан ағаларымыз, кісілеріміз өздерінің уәдесін беріп, бұндай әділетсіз Қазақстан болмайды, бәрі заң жүзінде әділетті болады деп уәде берген. Бір ақырында әділетті уәдесін біз көрген жоқпыз. Сол себептен осы мәселені өзіңіздің қарауыңызды сұранамыз. Бірақ бізге үлкен кісілер айтты, өздері шақырып айтты, келіп те айтты. Бұл мәселен шешіліп қойған. Декабрь айында өз белгілеп қойғанбыз. Кімнің қайға баратын деп. Сол себептен мынау біздің қала әкімшілігіне особо внимание алсаңыз. Президент айтқан, әділетті Қазақстанды біз бұлай халықтың дауысын ұрлап құра алмаймыз. Халықтың дауысын ұрлау, ұлттың болашағын ұрлау. Біз әділет Қазақстан болу үшін, жаңа Қазақстан болу үшін жас болып, халықтың арасынан біз шықтық. Біз тоқтамаймыз бұнымен. Біз өзіміз әділетті жеткен жеңісімізді ешкімге бермейміз. Біз халықпен бірге болып жеңісімізді қайтарамыз. Қай жерден кетсе де, кім кетірген болса да, сол адамның жазаланғанын жауапқа халықтың жауы, таза халықтың жауы кім істесе де, соны анықтап, кім болса да, соны жазалану керек. Президент жастарға сенім артып, сайлауға шақырды. Бұл жолғы саяси дода жаңа форматта өтеді. Үміткерлерге қоғамдық ұйым мен партияға мүше болу міндеттелмейді. Кандидаттарға мажоритарлық жүйе бойынша таңдалу мүмкіндігі беріледі делінді. Нәтижесінде не көрдік? Іріктеуден де, сайлаудан да сүрінбей өткендер сол баяғы бас партияның адамдары. Бұл ешқандай да жаңа Қазақстан емес. Сіз өзіңіз бір мандатты жүйеге түсуге болатын қай уақытта естідіңіз? Және осы бір мандатты жүйемен сайлауға түскеннен кейін жеңіске жететініңізге көзіңіз жетті ма? Осының барлығына. Осында әділетсіз болады, немесе әділетті болады дегенде. Бұған маған себепші болған президентіміздің үндеуі болды. Президентіміз жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан қылайық деп. Осы 2023 жылғы кезектен тыс болған сайлауға халықтың ішінде жүрген қарапайым, жас, жеке кәсіпкерлер шықсын деді. Және де өзін-өзі ұсынатындар шықсын деді ғой. Баяғыда бәрі партиядан ұсынатын еді. Сол президентіміздің үндеуі маған себеп болды. Біріншіден ол жаңа Қазақстанды құруға жастар керек деді. Екіншіден жеке кәсіпкерлер болсын деді. Мен жеке кәсіпкермін және жаспын. Одан кейін менен өзім өскен, өнген Мөлтек ауданында таңдап 8-ші округтан түсіп отырмын. Енді қазір сіз жоғары дауыс жинап тұрсаңыз да, сіздің қарсыласыңыз 4-ші орындағы Қалмұратов есімді азамат 1-ші орынға шығып кетіп отыр. Бұны сіз қалай бағалайсыз? Бұл біріншіден ол партиядан түсіп тұр, аманаттан. Қазір бізде аманат міндетті түрде өту керек деген барлық халықтың өзінде қалыптаспаған. Өйткені менде сұрақтар да болды, халық та айтты.
балам, сен өзіңді өзің ұсынып жатсың сайлауға. Ол жерде қандай партиялар бар ма дегенде мен айттым, мен ауыл партиясы бар, аманат бар, байтақ бар дегенде, аманат бар жерде әділдік болмайды ғой дегендей болды. Мен оған қараған жоқпын, өйткені мен өзімді өзім халықтың ішінен ұсынып тұрғаннан кейін ештеңеге мен қарамадым. Енді бұл жаңағы айтып отырсыз, Қалмұратов аманат партиясынан түсіп отқан 4-ші орыннан қалай ол 2000 дауыспен алға шығып кетті деп. Енді бұған келетін болсақ, әлде де біздің осы жергілікті билігімізде әділсіздікті қалап, жаңағы ескі Қазақстанды қалайтын біздің билікте, әкімшіліктің биліктерінде адамдар бар деп ойлаймын. Мен сол себепті ол кісілер жаңа Қазақстан болуға, сайлаудың әділетті өтуіне жол бермеуге өздерінің кесірін тигізді, ықпалын тигізіп жатыр деп ойлаймын. Халықтың алдына қанша рет шықтыңыз? Мен халықтың алдына 35 тұрғындармен 35 жиналыс өткіздік. Оның көбісі жаңағыдай өзім тұрған Мөлтек аудан болды. Жалпы айтқанда 8-ші округтағы 20 участок бойынша біз барлық Мөлтек аудан тұрғындарымен кездесулер ұйымдастырдық. Мен сіздің қарсыласыңыздың дәл осылай участок аралап, халықтың арасына шығып жүргенін көрген жоқпын. Сіз көрдіңіз бе? Мен көрген жоқпын, бірақ мен білем, мен қарсыласым ол партиядан болғандықтан, ол тек қана әр мектепке осы 8-ші округтағы орналасқан мектептердің барлығына кіріп, семинар ретінде жүргізді да, бірақ соңы оның агитация болды. Ол тек қана мектептің мұғалімдеріне семинар ретінде барып, бірақ соңында агитация жүргізді. Ал біз болсақ, қарапайым халықтармен осы қарагөз өзіміздің сайлауға баратын, жаңағы бізді қолдайтын халықтармен тек қана біз кездесулер ұйымдастырдық. Ол кісілердің мұң-мұқтажымен бөлістік біз. Ертең күні халық сайлап депутат болған жағдайда халық пен әкімшіліктің арасындағы көпір болатындықтан мен қазірден бастап халықтың мұң-мұқтажын бөлісуге тырыстым. Және халықпен біз кездесулер көп ұйымдастырдық, көп кездестік, кездесулер жасадық. Халықтың өзінің ойын пікірін біз білдік. Сол себепті қазір халық сайлауға сенбейді, әділетті Қазақстанға сенбейді, жаңа Қазақстанға сенбейді. Сол кісілерді біз барынша, мені өзім халықтың арасынан шығып тұрмын, ешқандай партиядан емес. Сіздер осы сайлауға барыңыздаршы, осы сайлау әділетті өтеді, содан соң жаңа Қазақстан болады деп біз барымызды салдық, халыққа уәде бердік. Халық біз үшін де барды, осы 10% бармайтын да еді сайлауға. Тілектес, қолдаймыз, дауыс береміз. Не үшін? Өзіміздің жағдайымызды ертеңгі түзелсін деп, сол үшін береміз. Енді қазір сіз әділетсіздіктің құрбаны болып отырсыз. Өзіңіз әділдік іздеп отырсыз. Енді осыдан кейін жаңа Қазақстанның құрылатынына сенесіз бе? Бұған дейін біз сендік. Біз егер жаңа Қазақстанды құру үшін біз қарапайым халықтан шыққан жастар, болмаса кәсіпкерлер егер депутат мандатына ие болып, өзінің жаңағы халқына, болмаса бір тұрғылықты Мөлтек ауданына түскен учаскесіне ол сол жерден жергілікті жерден сайлауға өтіп депутат болып жатса, ол жігіттердің мен халық үшін барын жасап, жаңағы әкімшілік пен халықтың арасында көпір болатынына мен кәміл сенгенмін. Бұл жерде бізді сенгендей, біз күткендей нәтиже болған жоқ. Енді бұдан кейін дауыстың бәрін ұрласа, тек қана аманаттан түскен адамдар өтсе, қандай Қазақстан жаңа бізге? Жаңа Қазақстан түгіл, әділетті Қазақстан біз көрмейміз да, ол болмайды да. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Халықтың бұл сайлаудан қатты көңілі қалды. Ескі жүйенің сценарийіне құрылған мұндай сайлауға қыруар қаражатты шашқаннан не пайда? Енді мұндай әділетсіз сайлауға ешкім бармайды. Әділетті Қазақстан тек әдемі ұран, қол жетпес арман боп қала бермек.